деп қуып кетсең, сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге өздеріңіз жаңа оқып кіргенде Алиэкспресстен келген заттарды ашып көріп, обзор жасайтын боламыз. Осыдан бір ай бұрын мен Алиэкспресстен 8 немесе 7 заттай заказ берген болатын. Сол заттарым бүгін маған келіп қалды. Мен оны барып почтадан бүгін алып келдім. Және де алғашқы сезімімді сезімім деген қалай кетті. Алғашқы ашып көргенде сіздермен бөліскім келіп жатыр. В общем, соны мен бірге көріңіздер, до конца көріңіздер. Кеттік, олай болса көп сөз үзбей қояйық. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай, маған Алиэкспресстен осындай товарлар келді примерно. Мыналардың ішіндегі мынаусы астындағысы ең дәуі, ішінде не бар екені маған да қызық. Өйткені мен не бергенімді өзім де ұмытып қалдым. Примерно жатсын білем, ішінде не бар екенін. Қазір мен соның бәрін осы пышақпен ашатын боламыз, біртіндеп тұрып. Ал біріншін таңдайық. Алма кетті домалап емес. Мынадан бастайық. Мынаны бірінші. Хопа! Міне алғашқы товарымыз ашылмаған, көріп тұрғандарыңыздай. Бірінші товарды бастайық. Ішінде не екен? Ал бисмилля. Опа. О, есіме түсті. Мынау мен өзімнің iPhone Pro Max'ыма бұл чехол. Бұны мен примерно Алиэкспресстен 732 теңгеге маған заказ берген. Қазір кигізіп көрейік. Так. Оп. Оп. Так. Качествосы жақсы. Өз бағасына тұрады. Мұнау 700 теңгеге мынандай чехол алу примерно өте керемет. Біздің Қазақстанда мұны примерно 1500 теңгеге аламыз. Қазір салып көрейік. Ровно келем екен. Все, тема. Көріп тұрғандарыңыздай. Бәрі орнында. Кәдімгідей камераның бәрін жерде жатыр деп көрдіңіздер ме? Кнопкалары идеальный тұр. Бүкіл кнопкасы идеальный тұрына қараңыздар. Келет. Егер көптеріңізге чехол заказ беретін болсаңыздар, Алиэкспресстен арзанға заказ берсеңіздер болады. Міне дәл екі сияқты. Все. Алғашқы товарды аштық. Енді келесі товарға өтейік. Надеюсь, ішінде сынатын зат емес. Екінші товарымыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай ашылмаған. Неше жазбайды, білмеймін, түсінбеймін екен. Все, кеттік, ашып көрейік. Сынатын зат емес деп ойлаймын, ішінде жатып кетеді. Мен ойнамайын да. Что-то мен бұндай заказ бергенім есімде жоқ. Шынымды айтсам, ішінде дым жоқ. Басқа ішінде дым жоқ. Көру керек. Кейбір кезде подарок салып жүреді негізінде. Не зат екен? Что-то білмедім бұны. Көрейік. Болмайтын нәрсе шықса ешне. Ема, анау магнит қой. Да, есіме түсті, достар, заказ берген. Мен бұны примерно 1200 теңге ма берген. Мыналар қатты тастай прям магниттер. Фокусировка алынса қараңыздар, мен қазір ашып көрейін. Мен бұны бір механикалық затты істеуге заказ берген болатынмын. Көріп тұрғандарыңыздай. Опа. Ё-моё. Ема. Ох. Базар жоқ. Алардың мықтылығы деген енді керемет енді. Қараңыздар, шойны жүр. Опа. Опа. Базар жоқ. Неше штук ну? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 штук заказ бердім. Тема? Маған как раз керек, күтіп жүрген затым еді. Мен достар алдыңғы осыдан кейінгі видеомда механикалық свет, яғни мәңгілік свет жасаймын. Осы магнит арқылы. Соны көрсеңіздер болады. Вот, осындай зат келді. Мен бұны примерно ше, бұның бағасы қымбат. Жаңа чехолға мен бұны 1100 теңгеге ма заказ берген. Бұл как раз керек зат. Бұны мен дәл өзі солай орақ қойын. Ал біз келесі үшінші заказымызға кеттік. Опа! Үшінші затты көрейік. Мен көріп тұрғандардай ашылмаған. Товарды ашқан қандай кайф. Ох. Что это такое? Ішінде басқа дымы жоқ.
көрейік. King Jion дейді. King. Бұл достар, бұл SSD диск білетін болсаңыздар, ноутбуктен хабары бар адамдар болатын болса, бұл компьютерді немесе ноутбуктың жұмысын тездететін жесткий диск болып табылады, яғни SSD. Еще M2 екен. Мен бұны AliExpress'ен примерно 12 мың теңгеге заказ бердім. Ал бұл Қазақстанда 18 мың теңге тұрады, сонда 6 мың теңгедей экономдайды екенбіз. Ал бұны ашып көрейік. Жерден дейміз. Бұл көбінесе монтажбен, мысалға мен монтажбен жұмыс істеймін. Мен сияқты адамдарға, монтажбен жұмыс істейтін адамдарға керек болады. Вау. Ішінде бірінші шықты тағы. Ішінен бонд қой. Өзінің бондтары прикрепить ететін. SSD. Қорқынышты кәдімгідей бар ғой, сындырып аламын, бұл қаласын. Бәрін бар. Так, достар, мен оны алу шындайсың қазір қорқып тұрмын. Сындырып аламын деп шынымен. Да, бұл тұра берсін, мен бұны сындырып аламын. Лучше қайтан орнына салып қоя салайын. Ал олай болса, біз келесі товарымызға көше берейік жеймені. Хоп, төртінші товарымыз. Міне, ашылмаған көп тұрғандығыңыздай жақсы упаковать етіп. Мен примерно біліп тұрмын бұның ішінде не екен. Өткен бұны жақсы қорғаған екен. Қалай әдемі қаптап жүрген, достар. Оның ішінде сынатын заттар болатын болса, көбінесе осындай мен қаптайды, бірақ білмедім мынаны неге өйтіп қаптап жүрмеген. Сынатын заттар болса, көбінесе осылай қаптайды. Ішінде бұның, достар, мен негізі чоғолды бермес бұрын мынаны берген болатынмын. Мынаның көріп тұрғандар осы камераға шашеткі. Бұны осыған дейін чоғол шығып тұрған камераға. Бұл дәл өзі ішінде 3 штук, ё-майо. Вот, көріп тұрсыздар ғой. Бұл менің соткіме арналған, яғни камерасына арналған чехол. 3 камераны бәді қорғап тұрады. Ішінде, достар, қараңыздар. 3 штук, прям 3 штук. Мұнаусынса мұнау деген сияқты запасқа. Көрдіңіздер ме? Мен бұны сосын сіздерге дәлге салып көрсетпей қойайын. Мынау wet wipes дейді, dry wipes дейді, сулы, кепкен. Яғни ана бетін сүртіп сосын бар жасып салған болған ғой. Көрдіңіздер, мен қайта орнына салып қойайын. Мен бұны примерно бір 400 теңгеге бердім, ойдым шындықтан. Ал сіз мынаны Қазақстаннан 2000 теңгеге қаласыз бір штугын. Ал менен 3 штугын AliExpress'тен 400 теңгеге бердім. Ойлаңыздар, достар, AliExpress'тен заказ беру особо қатты қиын емес. Өздеріңіздің адрестеріңізді дұрыстап жасасаңыздар болды. Егер AliExpress'тен заказ беруді үйрет десеңіздер, мен келесі видеода шығарайын. Комментарийға жазып кетіңіздер. Егер үйрет дейтін болсаңыздар, мен үйретемін, жарай ма? Все, мынаны қояйық. Ал енді біз 5-ші товарымызға көшейік. Хоп деп лақтырайын десем, мынаның ішінде бір ауыр зат екен, білмедім не екен, сондықтан да қорықтым сынып кете ма деп. Что-то бір түрлі орап жүріп, пакетке салып жүрген ба, түсінбедім нағыраңыздар. Бірақ бетіне мен жабысыпты. Кетпей алдым. Неште көріп тұр не екен. Сонда да ашып көргенде. Оппа! Достар, мен жаңа айтқан, мен ноутбуктың әдемі қап тұрған екен. Да? Что это такое? Я не понял. Түсінбедім, ножички не қатсап, мен бұны не екенін біліп тұрмын ғой примерно. Бұл подарка болар, білмедім, түсінбедім, мынаны көрейік. Достар, мен айттым жаңа сіздерге ноутбуктың жұмыс істеймін деп. Бұл сол жесткий дискті HDD-ді салып қоятын. Зат бұл, атын ұмытқанын айтайын деген. Бірақ әдемі салып жіберіпті коробкаға. Мен ойлағам, что-то дұрыс қаптамаған ғой мына деп. Сөйтсем жоқ, керемет. Вау, прям сотка шешіп жатқандай болдым ғой. Достар, мынау деген керемет енді. Сіздер ойлайсыздар, Қытайдан заказ бергенде барлығы типа китайский деген стереотип қалып қойған, стереотип. Бірақ ондай емес. Қазір Қытайдың заттары, именно AliExpress'тен келетін заттардың көбісі качественный. Адамдардың көбісі береді. Егер сіздер бермейтін болсаңыздар, беруге тырысыңыздар. Өйткені сіздер Қазақстанның бағасына қарағанда әлде қайда бұл заттарды арзанырақ ала аласыздар, достар. Көрейік, міне. Мен әзірше бұның қалай жұмыс істейтінін білмеймін. Менде бір жетіп беріп жатырмын. Оппа, былай ашамыз, Нәшікке HDD-ді саламыз.
Потом ол біздің карманный как штик бір терабайттық, яғни флешка болды, бұл үлкенше көрген болсыздар. Бұл жерде тағы да бұл жерде USB болу керек енді. Иә, достар, USB. Яғни енді менің қолымда 1 гигабайт, бір терабайттық флешка болады. Міне USB-не мысалы жетті. Вот, USB міне тығылады. Мында тығылады USB. Ал біздің HD-деміз міне тығылады да, короче, осылай. Карманный флешка болады, үлкен 1 терабайттық. Мен мынаны не үшін беріп жүргенін түсіндім. Әшейін оларды орап жүру шығар деп ойлаймын енді. Осылай достар. Мына жер, короче, менде мусор болып кетті мына жер. Мен әдетте олай, не? Сіздерге. Достар, мен бұны примерно 3000 теңгеге бердім, жаңа USB-мен біргеше. Ал бұл Қазақстанда примерно 5000 теңгедей тұрады. Яғни менде 2000 теңгелік эконом деген сөз. Ал біз енді 6-шы товарымызға көшейік, достар. Хопа! Өттіғандарыңыздай, бұл да бір жақсы сақталған десек те болады. Сақталған мода жақсы қапталған деген сөзіне. Аштық. Бұл да бір фотка немесе ноутбукке арналған шығар. Өткен мен осындай техникалық заттарға арналған заттарды берген жақсы көремін. Иә, достар, бұл менде защитные пленки. Не стекло, стекло емес, пленки. Өткені, достар, білесіздер ме? Нағыраңыздар прибор, достар. Мен бірге сол жерген, короче, бетін ысыруға арналған ғой. Еще екеу запаса біреу бар деген сөз. Яқты да тағы да wet және dry, кепкен жеріне суы деген сөз. Мынау да тағы екіншісінің итеретіні. Керемет, мына бетіне жабыстыруға арналған, яғни мен Pro Max-ның бетіне. Тема. Достар, стекло ол маркетинг болып табылады, яғни ол сына береді. Оны сіздер сатып алып қайтадан жабыстыра бересіздер. Ал мынандай пленка бетте сотканың бетіне идеально тұрады, және сотканың бетін тартып тастайтын болады. Сондықтан да ол көбінесе сынбайды, және ұзаққа жетеді, чем стеклоға қарағанда. Сондықтан да мен советую сіздерге осындай пленкаларды алуға соткаларыңызға. Хоп, мұны жауып. Енді біздің ең соңғы үлкен товарымызға кірсек, маған бір қызық болып тұр, оның ішінде не бар екенін бәрінен. Вот мынаның бәрін мен қазір алып тастаймын. Иә, достар, көп тұрғаныңызда мен заттардың бәрін ысырып тастадым және камераны алыстаттым. Өйткені мен мына тауарға қазір сыймайын деп тұр, камераға да үлкендігі жағынан. Әлі сыймайды сияқты. Все, ең соңғы товарымыз. Бұны кәдімгідей әдемі қорғаған. Кәдімгі желдетіп, прям ал, ашып бастайық. Не көп тұрғаныңызда ашылмаған бұнда. Бүгін ғана келіп маған осы. Ал бастайық, достар, бұлай ашып бастайық. Мынаның ішінде негізі үрленген, сондықтан жеңіл шығарып болмау керек. Шашеткісі енді тема бұл заттың. Мен ішінде бұның екен примерно біліп тұрмын. Примерно оғанда біліп тұрмын. Сіздерге қызық шығар деп ойлаймын. Міне қорғанышты көрдіңіздер ме? Не деген кайфы зат ашқан. Ашылды. Хоба. Стой тұрайық. Бұның енді скотчтан жыты керек кеңізге. Бұл жерден тұрып бейт ұстаймыз да. Фук. Кетті. Фук кетті. Хоп кетті. Енді мұна жері қалды. Все, ашылды. Не деген қорғаныш қараңыздар. Бір жерге соққан кезде де қатты повреждение алмайды мынада. Негізі Алиэкспресстен соткада заказ беріп, сол кезде сотканы заказ бергенде осындай қорғанышпен келеді. Еще коробка бар. Ішінде не деп ойлайсыздар, достар? Оппа! Қараңыздар. Товар емес, мына зат қызық болып тұр. Бәрінен үрленген пакет па, немене мынау? Қызық. Кеттік, ішінде не бар екен көрейін. Так. Ауыр, прям. Мына жерден жатамыз, значит. Оп, что-то не то. Мен бір нәрсе бұл жүрмін. Опа.
Мә, оның ішіне тағы қорғаныс. Примерно сұлбасын көріп тұрған болыстар не екен? Қалай алып өттім? Хоп деге. Қорғаныстың ішінен қорғанысына затты әдемі қорғап енді. Продавецтерге рахмет. Хоп, USB шықты. Хоп. Комплект. Бұл достар. Я, мен айттым, ноутбуктың заттарын. Ой, кешіңіздер, мен теріс ашып жібердім, но бұлай ашылу керек тұғын. Я, осылай көріну керек тұғын сіздерге. Достар, бұны вентилятор деп те атайды, немесе бұны кулер деп те атайды, яғни біздің ноутбугымыз жұмыс істеген кезде қатты қызып кетпеуін, яғни астынан жел беріп тұратын зат осы кулер деп аталады. Мына жерден USB табылады да, ноутбукке барып тығылады, потом бұл ноутбуктың астында тұрады осылай. Жоқ, айналады кәдімгі. Егер қаласаңыздар, мен бұны 300-де қосып көрейін, қазір өткен бұл жану керек. Ал 300-де қосып көрейік, мен мені USB-ні артына тықтым. Енді бұны только ноутбукке толғана қалды. Керемет жұмыс істейді деп ойлаймын. О! Тема. Так. Төртеуі істеп кетті. Бұл. Міне, астында екен үшті яқтары бөлгелер қысы бар. Қайтан қоса қоғады. Төбесіндегісін аумен үшті қоғады. Әдемі. Достар, мен бұны AliExpress сайтынан 8000 теңгеге бердім. Мына жерінде бұның... Мына жерінде... Қолымды дырылдатып жүрмесін. Мында стойкалар бар. Қоясыз да. Үстіне ноутбукты қоясыз. Потом ноутбук мына жерде ұстап тұратын мынадайлар бар. Көші ноутбук мына жерге тұрып қалды сайын. Керемет. Прям өзімде таң қалып тұрмын. Супер. Достар, заказ берсеңіздер болады. Бұндайлар біздің Қазақстанда примерно 16 мың теңге тұрады мынау. 2 есе бағасына қымбат. Еще оның өзінде бірақ мына жерде бір ғана вентилятор тұрады, мына жерде 4 вентилятор, еще светодиодпен. Бірақ светодиод түнде ғана керек шығар. Әзір былай қатты керек емес. Достар, менде осы соңғы товар. Мен бүгіндік кестермен примерно 7-8 товардай аштым. Олардың бәрі мына жақта тұр. Мынау тағы да басқа товарлар. Менің видеом сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер де менің жасаған видеом сіздерге ұнаған болса, осындай видео тағы шықсын десеңіздер, лайк басып, менің видеомды қолдап, жаңадан ашылған каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мен бұндай видеолардың көбісін әлі шығарамын. Және де сіздерге осы AliExpress-тен заказ беру қызық болатын болса, мен сіздерге қалай заказ беру керектігін үйретейін. Келесі видеода шығарайын, сіздер оны көріңіздер, сіздер де заказ беріңіздер, сіздерге де пайдасы тисін деймін. Достар, осымен болды. Менің бүкіл товарларым осы. Бүгіндікке келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Хоп-хоп.